ақш, Қытай, Ресей, Европаның колониясымыз, бәріміз Қазақстан соның ішінде. ақш, Қытай, Ресей, Европаның. Біз Ресейдің колония болып тұрмыз. Ал қазір мінекей бүгін ақпарат шығып жатыр. Қытайда бір қалада Қытайдың басшылары Орта Азияның жаңағы білім министрлерінің бәрін жинап алыпты. Міне басталды. Мен айтқаным ғой. Мына Путин өзін алып алды, 70%-ын, 30%-ын кімге береді. Ал енді Путин бізге сауда жасап, бізді колонияның ұпайын берем деп. Бұл өзі айдаһардың көтені Сібір кіріп кетті. Бұл мысалы мен аналитика беріп жатырмын ғой. Қытай мүдделі, соғыс жалғасып, не үшін? Ресей әлсіреу керек та, әлсіреп біткеннен кейін бірақ жұтып қояды. Сондықтан біз үшін болды, біз колония болдық Ресейдің, қазір Қытайға кіріп кетеміз. Америка, Европа бізбен қызығып атқан жоқ, олар бізді есепке алып атқан жоқ. Олар білет, бұлар орыстың жаңағы нелері сөздерін дей ма, отарлары не Қытайға кетіп қалады.